Кеуіл бұл сондай нәзік нәрсе, сәл нәрсеге қуанады. Сондықтан ол сезім тұйғыларды өзінде жәмілестірген ең іләхи күш. Әзиз амаласлар, күн давамында кеуілеріңізге тек қана жақсылық нұрларын алып келуші хабарлар жолдас болуын тілейміз. Жақсы инсанлар менен сәубетлесу, пікірлесу несіп етсін. Олардың әрбір ісі менен сөзінен өзіңізге рухи ләззет алыңыз деген тілеклер жетегінде көрсетуімізді давам етеміз. Көрсетуімізді біздің мейманымыз рубрикасы менен давам еттіреміз. Саз бенен сәубетті ялған демеңлер. Адам ата беният болғанды барды деп шайырларымыз өз қос қатарларында келтіріп өткеніндей, саз бенен сәубет инсанға рухи азық болары сөзсіз. Әлбетте, біз бүгінгі көрсетуімізге өзінің шебер атқарушылығы менен көзге түсіп кетірған жас талант иелері. Бердақ атындағы Каракалпак мемлекеттік университеті музыка тәлім қанигелігінің 3-ші басқыш студентлері жас жырауымыз Саламат Аяповты һәм бақсы Ерспай Асқаровларды мұрат еткеміз, студиямызға қош келіпсіз. Сәубетімізді дәслеп Саламат сізден басласақ, әлбетте қорқыт атадан бізге мирас болып қалған қобызды қолыңызға алғаныңызда оннан қандай күш аласыз? Һәм оның бүкіл дүнияңыздағы тұтқан орнын қалай бақалайсыз? Қобыз туралы айта өтетін болсам, біздер енді жас өретушіміз, жас жырау деп айтсам болады. Енді біздер енді үйреніп кетіргенімізден кейін біздердің алдымызда көп вазипалар бар. Көп үйренетін терме толғауларымыз бар, дастанларымыз бар қанша. Әзірше сол үйреніп отырғандарды айтып өтетін болсам, мәселен сол қобызды алып жырлап егер сол бір кішкене сахна болсын, үлкен сахна болсын, халықаралық сахналарда, таңлауларда шыққанымызда, бұл біздердің алдымызда үлкен вазипа, мойнымызда бір жауапкершілікті сеземіз. Біздің сол аспабымыздың арқасында және бір миллет тұрды, мәдениет, және бір халық тұрды деп айта аламыз. Соң үшін бір мұнда бір жеңіл желпі қарауға болмайды, сол бір атқарғанда да бір еш алжаспайтын дәрежеде жақсы таярланып, соның мазмұн жағынан ойланып көріп, сөйтіп сахналарда атқарамыз. Жүдә жақсы. Міне Ерспай Саламат жақсы пікірлерді айтты. Әлбетте қобыз толғауы менен бірге дутар саз аспабы да со біздің ата-бабаларымыздан мирас болып қалған милли саз аспапларының бірі. Осы бақсышылық өнеріне болған дәслепкі қадемлеріңіз нелерден басланған һәм ең дәслеп қайсы намаларды атқарып баслағансыз? Мархамат, осылар хақында пікірлессек. Дутар аспабында бақсышылық жөнелісінде айтатын болсам, өзімнің ұстазымнан сабақлар үйренгенде, ұстазымның айтқанынан ілхам алып, сондан қосыға айтуға қатты қызыққанмын. Дәстанлар айтуға, нәсиятлар айтуға. Ұстазымнан бірінші ләйләй қосығын үйренгенмен, ләйләй қосығын үйреніп, мұнда ұстазымның айтқанынан ілхам алып, сондай болып мен де атқарсам деп ұстазымдай болып. Сондан дутарға қызыққанмын, һәмде одан кейін көптеген қосықларда атқаруды үйреніп, концертлерге шығып, ұстазыммен ойласқан алда көптеген нәсиятлар айтып. Әлбетте, қобыз жыраулар батырлық дәстанда атқарады. Бақсылар ашықлық дәстанда атқарады. Біздерді көбінесе ғариб ашық, саятқан һәмра, қырмандалы дәстанларды атқаратын болғандықтан бұл да ашықлық дәстанлар көбінесе. Бұның ішінде қыздың жігітке болған, жігіттің қызға болған мұхаббаты, соларды атқарғанда сол өзіндей болып, тап өзің ашық болғандай болып атқару керек болады. Сол нәрселерді мен ұстазым қосық айтқанда көріп, мен де қызыққанмын, сөйтіп айтсам деп. Жүдә мақұл. Біз бүгінгі көрсетуімізге бұл екі талант иелерін бекарға мұрат етпегенбіз. Әлбетте Саламаттығам Ерспайдың дүрітушілігінде жаңалықлар бар десек алжаспаймыз. Жақында ғана со қобызам дутар милли саз аспабының менен біргелікте ісленген дуэтті қалқымызға әнәм еткен екенсіздер. Әлбетте бұл дуэтті жарату тарихы қалай болған, іслену ұсулары хақында айтып өтсек. Милли дуэттің пайда болуы, енді бірге оқитын болғанымыздан, сол оқу орнында да, я болмаса басқа жерлерде де сол бір Ерспай айтқанда мен не қылатын едім, сол бір мына қобызға салмағанмен былайынша ауызбен айтып отыратын едім. Ал мен айтқанымда бұл Ерспай не қылып отыратын еді. Сөйтіп кейін ала бір пікір пайда болды. Неге біздер сонда
сол сыртта тұрып қосылып айтамыз. Неге соны бірге атқарып көрмейміз деген пікір пайда болды. Дәслеп ұстазларымызға не қылып көрдік. Олар бір яқшы таяр қылып алып келің, онда көреміз деп. Сөйтіп біргелікте бір қобыз намазы, шаңқай намазы бар еді. Бір дутарға да бір жақсы келетін, һәм бір адамдардан кеуілінен шығатындай бір еушілі нама. Сол дутарда соны мына Ерсбай достымыз үйреніп, һәм сол бірге қобызбенен шертіп көріп, һәм бұған Ибраим Юсуп сөзіне шөгірме қосығын ала қояқ. Енді мен қобыздың қос қатарларын алатын болсақ, бұл бақсыға тур келмей қалатын болды. Енді бақсыныкін алатын болсақ, бұл қобызға тур келмейді. Соның үшін бұл ойласқан қалда бұл Қарақалпақтың бас киімі болған шөгірмені алайық деп, сөйтіп шөгірмені алдық, намаға салып, бірге атқарып көріп едік. Қарасақ, өзімізге де ұнады. Кейін ұстазларымызға апардық, сол жақсы деп мақұл көрді. Бұл дуэтті атқару барысында Ерсбай, сол бақсы һәм қобызға тикарғы қойылатын талап нелерден ібарат болды? Екеуміздің атқарған дуэтіміз хақында айтатын болсақ, біздерден талап етілетін нәрсе, әлбетте екеумізде бар тәжірибемізден, ұстаздарымыздан алған сабақтарымыздан соларға сүйенген халда өзіміздің талантымызды еледе жүзеге шығарып, осы шөгірме арқалы соларды жүзеге шығаруға мияссар болдық. Екеуміз атқарып атқанда бұл жүдә бір басқаша болатын. Екеумізде дауысы, хауазы, дутардың қобызға екеуі бірі мас келуі, даусымыздың мас келуі жүдә адамдарға басқаша бір тәсір оятты десек болады. Әлбетте, бұл жаңалығыңыз, милли дуэтіңіз халқымыз тарапынан бір жақсы пікірлерді оятты. Бүгінгі күнде бұндан басқа да және қандай ықыласпентілерімізге жаңа милли намаларды, толғауларды, емесі термелерді, бақсышылық жөнінде қандай қосықларды атқаруды режелестіріп отырсыз? Енді бұл жөнінде айтатын болсақ, әлбетте бұрынғы ұстаздарымыздың айтқанынан үйреніп, ашықлық дастанлардан алып, сол дастанларда қаһармандардың мұхаббатын, олардың сезімлерін, осы дастандағыларды әзір күнде мына дутар арқылы жеткеру ниетіміз бар. Әлбетте, бұл хақында өз үстімізде істеп жатырмыз. Қобыз бұл басқа бір аспап, дутар бұл басқа бір. Енді дұрыс Қарақалпақ аспабы, бірақ дегенмен оның тарихы басқа, бұның тарихы басқа. Енді осыны біріктірдік. Біз енді кеше жақында ғана ойластық, бір ұсыған бір және бір Қарақалпақ милли аспаплар болған. Шын қобызбенен баламанды да бір қосып бір көрсек пе екен деген ой бар. Енді бұған және бір сол бір аспапларға да туры келетін бір текст тауымыз керек, о аспапларға да туры келетін нама тауымыз керек. Һәм соны бір не қылып, барлығын бірге қосып, бәлкім Қарақалпақ оркестрі болып кете ме, Құда қаласа. Сондай бір ниетлеріміз бар енді оны. Ниетлеріңіз әмелге ассын деген жақсы тілек білдіреміз. Әлбетте бүгінгі көрсетуімізге келіп, өздеріңіздің мазмұлы сәубетіңіз үшін сілерге мінеттаршылық білдіреміз. Өретушілік сілеріңізде табысылар тілеп қаламыз. Сілерден жаңа-жаңа милли намаларды, милли қосықларды, милли терме толғауларды күтіп қаламыз. Аман болың. Рахмет. Basar menen sen bolup sırlasa Kança sulardan ashan şögürme Avı payda boldun kimnin basında Aral teniz yaşa yıktın kasında On asırlık vuruşunlamasında Kuandım atımdı görüp şögürme Hemen uşun aydos arınsa kanda Megis mırışı kanı oman katanda Yerine
болды жау арқадан атқанда я сен қанға боялып жаттың шөгірме Әребі ширазы байларда болды аны киіп олар тойларда болды мұңдаспанда кеулі айларда болды дәуірің шымшыттық болған шөгірме өрде тұрсам ұғынған жел еспеген күнің бар ма жазда күйе түспеген өттің талай телпек дірілдеспеден басыңа көк ауа түскен шөгірме алдыңнан қарасам артың ауықтай қапталдан қарасам түнің қауықтай қыста сәуірлеген түйе тауықтай самал болса киесің шөгірме қара үйге кірсе кім сені киіп келдің ерген еттен сен зорға сыйып бүтін тері зая болмасын дейбі бабам пақыр үйі салған шөгірме